Барлығыңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай әрі тез дайындалатын нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Керек ингредиенттер: жылы сүт 300 мл, ашытқы 1 ас қасық, жұмыртқа 2 дана, қант 100 грамм, ерітілген сармай 100 грамм, 650-700 грамм арасында ұн керек болады. Ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, қантымызды қосып, оған 1 ас қасық ашытқымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 5 минутқа жылы жерге қоямыз. Міне 5 минуттан соң осылай көтерілді. Ерітілген сармайымызды құямыз және жұмыртқаларымызды қосамыз. Мен мұнда 1 жұмыртқаның сарысын алып қалдым, нанның бетіне жағу үшін. Араластырып, 1 шай қасық тұзымызды салып, енді аз-аздан ұнымызды қосып, араластырып отырамыз. Өте жұмсақ қамыр болып шықты. Енді осылай қолымызбен біріктіріп, ыдысқа салып, бетін жақсылап ашыған соң, қолымызға жабыспас үшін бетіне күнбағыс майын жағып, жылылап жауып, көтерілгенін күтеміз. Міне жарты сағатта осылай жақсы көтерілді. Қамыр жабысқылмау үшін осылай астын майлап аламыз. Осылай тең 2 бөлікке бөліп аламыз. Жұмыртқаның сарысына 2 ас қасық сүтімізді құйып, осылай жұмыртқаны жағып шығамыз. Бұл сап-сары болу себебі үйдің жұмыртқасы. Енді бетіне күнжіт сеуіп шайғамыз. Міне нанымыз пісіп дайын болды. Енді екінші нанымызды жасап аламыз.
Міне, екі нанымыз да пісіп шықты. Нан өте жұмсақ, дәмді болды. Егер рецептім ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналымның дамуы үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз.